Сәлеметсіздер ме достар? Мен Нығметулла Кекбаев атындағы мектеп гимназиясының 10-шы Б сынып оқушысы Дүрмет Жасұлан. Достар, қазіргі заманда байқағандарыңыздай, жастардың ең жақын досына телефон айналуда. Таңертеңнен кеш батқанға шейін біз осы телефонға үңілудеміз. Біз телефонды басқарамыз ба, әлде телефон бізді ме? Бүгінгі таңда жастар арасында телефон қолдану деңгейі күрт артты. Мамандардың айтуынша, оқушылардың көпшілігі күніне бірнеше сағат уақытын телефонға жұмсайды. Таңертең оянғаннан бастап сабаққа дейін, үзіліс кезінде және ұйықтар алдында жастар телефон қолданады. Телефонның пайдасы: телефон арқылы оқушылар сабаққа дайындала алады. Интернеттен қажетті ақпаратты табу жеңілдеді. Онлайн сабақтарға қатысу мүмкіндіктері бар. Телефонды шамадан тыс қолдану денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Көздің көру қабілеті төмендейді. Ұйқы режимі бұзылады. Жастардың телефон қолдануының себебі неде деп ойлайсың? Менің ойымша, жастар телефонды тек байланысу ретінде ғана емес, өзіне керек құрал ретінде де пайдаланады деп ойлаймын. Жастардың телефонды көп пайдалануы пайда келе ме, әлде оларға зиян алып келе ме? Менің ойымша, пайдасынан гөрі зияны көбірек деп ойлаймын. Себебі пайдасы ол тек өзіңе кейбір жерлерде ғана пайда болады, ал зияны ол өздерінің денсаулығына және уақыты кетеді. Құрметті достар, телефонды пайдалану жаман емес, тек оны дұрыс пайдалана білуіміз қажет. Сонда болашағымыз дұрыс құрылады.